Оның ерекшелігі сол 4 жыл бұрын мектеп табалдырығынан жүректерімен аттаған балаларымыз білімнің негізі болатын бастауышты оқып, білім алып, қанаттарын қатайтып, бастауышпен қоштасқалы отыр. Қолымызда үлкен гүл болған, артына да тығылса да болады. Міне, бүгін біздің жігіттер өмірде өшпес із қалдырған бастауышпен қоштасқалы отыр. Өз жолдарын табуға жол сілтеген 4 жыл бойы алған білімдеріміз бен өнерлерімізді көрсетуге дайынбыз. Біз бастауыш бітіруші түлектерміз. Бүгін біз сіздер үшін бар өнерімізді көрсетіп, сіздерді тағы да бір бақытқа келтірмекшіміз. Толқимыз, толқып тұрсыз баршаңызда, мұндай күй болған сірә қаншаңызда, қол соғып қошеметтеп отырайық 4-ші сыныбы ортамызда. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, ата-аналар. Бүгінгі 4-ші сыныбының бастауышпен қоштасу кешіне қош келдіңіздер. Бүгінгі іс-шарамызды ашып беру үшін мектеп гимназия директоры Сыздықова Гүлнара Құрманалықызына сөз кезегі берейік. Керемет жігіттерді қараңыздаршы. Қандай керемет. Біздің берген отанымызды қорғайтын азаматтардың барлық сіздердің алдарыңызда. Енді осы балаларымыз кеше ғана мектептің табалдырығын аттап, текті ғана балалар еді. Қазір мына Сәния апайымен бірге ер жігіт болып, қазір сіздердің алдарыңызда білімнің шығармашылығын жан-жақты 8 қырлы бір сырлы екен жерін сіздерге көрсететін болады. Ал балалар мына бастауышпен қоштасып, орта болуға аттағалы отырсыңдар. Қадамдарың оң болсын. Мен сіздерге сенемін. Сәния әпкелерің 1-ші сыныптан бастап сіздерге сауаттарыңызды ашып, математикалық білімді ұқтырып, барлық өзінің білімін аямай сіздерге төккен. Енді осы кісінің еңбегін ақтап, үмітін ақтайды деп сіздерге бүкіл ата-ана мен мектеп ұжымы сенім білдіреді. Іске сап, әрдайым аспаптарың ашық болсын, өмірің ғұмырлы болсын, мектептің тек қана жақсы атын шығарады деп сіздерден үлкен үміт күтеміз. Құрметті ата-аналар, сіздерге үлкен алғыс. Еш нәрсеге қарамастан Сәния әпкенің қасынан табу осы біздің балаларымызға әрдайым қолдау көрсетіп, мектепке айтып жатырсыз ғой, қанша жақсы жылы лебіздерді айтып жатырсыздар. Үлкен рахмет сіздерге. Әрине, мұғалімнің еңбегін ата-ана ғана бағалайды. Себебі осы баланың жақсы дамуына, білікті болуына әрине екі жақты еңбектің нәтижесі ғана болады. Сондықтан сіз біз болып, осы балалардың мықты азамат болып қалуына еңбегіміз зор. Ендеше құрметті ата-аналар, осы балаларымызмен өнерін тамашалайық. Рахмет сіздерге. Ұстаз бен шәкірт.
қошеметтейік. Анам менің аялаған ақ гүлім, анам менің бақытты мен шаттығым, анашым деп балаң жырын арнаған, неге ғана естімеген тәтті үнін. Асыл ана өзінсің, бақыт тұрақ байлығым, қуанышта шаттығым, өтсін деймін әр күнім. Ана дейді бәрімізде аңқылдап, ана дейді жастаби жарқылдап, ана деген бәйтерек өмірдің, ана деген алтын қазық алтын бақ. Ана деген бұл өмірдің бағы ғой, ана деген бар көңілдің зары ғой, аналарды құрметтейді бар әлем, анаң болса бұл өмірде үлкен той. Мәпелеп өсірген ризамын анашым, ана деген құрметпен сыйлап өтем өмірде. Анам менің өмірдегі тірегім, анам менің өмірдегі жүрегім. Егер бұл өмірде сіз болмасаңыз, қалай ғана бұл өмірде жүремін? Ортада хор, анашым аман жүрші. Қабылыңыздар.
Үйге қайтып бара жатып. Өтік соққа, сен мектептен қашып бара жатсың. Онда екеуміз бір екенбіз ғой. Ей Ибрахим Асмет, не істеп жүрсіңдер? Ой. Сендерді қазір Саня Ораз қызыма айтып беремін. Айта бер. Саня Ораз қызы! Біз сияқты бұзықтарға шыдап жүрген ұстаздарға мың алғыс! Біздің жігіттеріміз өздерін тек білімде ғана сынап қоймай, спортта да өздерін көрсетуде. Бауыржанұлы Бекасыл бокста КСРО халықтар арасында өткен спартакиада жеңімпазы. Жамбыл ауданындағы номер 13-ші балалар жасөспірімдер спорт мектебінің ашық біріншілігінде бірінші орын иеленген. Тәуелсіздік күніне орай жасөспірімдер арасында ашық турнирінде екінші орын иеленген. Талас ауданындағы номер 32-ші БЖСМ-нің ашық біріншілігінде үшінші орын иеленген. Кіші жасөспірімдер арасында аудандық ашық біріншілігінде үшінші орын иеленген. Бақтияр Нұрдаулет кіші жасөспірімдер арасындағы ашық біріншілігінде екінші орын иеленген. Серікбай Асылбек тәуелсіздік күніне орай бокста жасөспірімдер арасындағы ашық турнирде екінші орын иеленген. Сатыбек Ернұр кіші жасөспірімдер арасында облыстық турнирінде жеңіске деген жігерлігі үшін марапатталған. Тәуелсіздік күніне орай бокста жасөспірімдер арасындағы ашық турнирде екінші орын иеленген. Темірбек Абдрахман Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасының мемлекеттік тест спорт түрлерімен Жамбыл аудандық жарысында үшінші орын иеленген. Ораз Арсен тәуелсіздік күніне орай бокстан жасөспірімдер арасындағы ашық турнирінде екінші орын иеленген. Орынбасар Айсұлтан тәуелсіздік күніне орай бокстан жасөспірімдер арасындағы ашық турнирде екінші орын иеленген. Ал енді құрметті қонақтар, ортада спорттық би. Ұлдарымыздың биін тамашалаңыздар. Don't think twice, you get good.
Бастауышты тезірек бітірсек, әр пәннен әр түрлі мұғалім береді ғой. Үлкен сыныптарда бастауыштай тамақ бермейді ғой. Ақша бар ғой, сатып аламыз ғой. Мұғалімдер қатал болады. 6-7 сабақ болады ғой. Көп жаңа сабақтар бастады. Тоқтат, кетіңдер. Орта буыншыларда сіздер бізді жылы жүзбен қарсы алады деген ойдамыз. Азықтың артыңыздан ақылды, білімді, белсенді балалар болуға ант етеміз. When
Болса екен ұстаздың бәрі сіздей, жүресіз әрқашан күліп күндей. Аямайтын ақылын көпшілікке, Гүлнара Құрманғалықызы арамызда мәңгі жүргей. Жас ұрпаққа жалынды сөз бажан дарытқан, алдындағы баламен тіл арқылы табысқан, орыс тілі меңгерген, үйренуді жөн көрген, өзі апа ұстаздарымыз әрқашан ұрпаққа жаңа өн берген. Әрқашанда сабаққа асық тұрар, келбетті де білім нұры шашып тұрар, Бота апай тілімізді жатып тұрып, ағылшынның тіліне ғашық қылар. Оқушыға қанат тартып қоя атым, сабағында тәртіпсізді жоя атым. Эмоцияны зәкел форманы Әділхан ағай тұрғызып қоя атым. Ұстазда шәкіртке бас етін, компьютер бар сіздің қасиетін. Бір емес бірнеше зат қарасыз, Айгерім апай жалғыз өзіңіз мұңның ісін атқарасыз. Мектебім менің бапкерім, қарызбыз саған бәріміз, өзіңе деген парызды ақтаймыз талай әлі біз. Атаға бала таудай болып бейік, тұрса да төбемесі көкке тиіп, алдарыңызда әрқашан тағзым етіп, тұрармын ұстазым деп басымды иіп. Ортада Бауыржанұлы Бекасылдың орындауында ұстазым әні. Ортада жігіттеріміздің қазақша биін қабыл алыңыздар. Thank you.
Ya осыдан 4 жыл бұрын 6 жаста сәби балалар еді. Сөмкемізді зорға көтеріп, мектеп табалдырығын аттаған еді. Міне, бүгін біздің өмірімізге өшпес із қалдырған бастауыш сыныппен қоштасқалы отырмыз. Енді міне, сауатымыз ашып, бастауыш сыныппен қоштасып, орта оқу қатарына қосылғалы отырмыз. Сол 4 жыл ішінде ұстаздарымыз сауатты, тәрбиелі, өнегелді етіп шығарды. Ендеше бастауыш сынып туралы неге айтпасқа? Естерінде ме ең алғаш мектеп табалдырығынан аттағанымыз? Қолымызда үлкен гүл болған, артына тығылса да болады. Естерінде ме Саня Оразқызымен ең алғаш танысқанымыз? Ал менің есімде мектепке кіргенде жүзі жылы жай ғана жымиып Саня Оразқызы күтіп алған. Я Саня Оразқызы бізді қолымызда жетектеп алғаш рет сыныбымызға кіргізгені әлі есімде. Бізді кезек-кезек орнымызға отырғызған кездегі әсерлеріңіз естеріңде ме? Я алғаш қолымызға қолын сатып, онымызбен солымызда тартқан. Қайақар танытып, білім, әрімен сусындатқан мектептегі анам Саня Оразқызы. Әрі еркесімен тентек едік, әліппенің бетін күліп ашып мектептің ережесін үйрендік. Осы күнге дейін бәріміздің ойымыз да сырымыз да бірдей болды. Оқуда да еңбекте де күліп ойнап бірге келеміз. Құрметті Саня Оразқызы және мектеп ұстаздары, біз сіздермен мақтанамыз. Біз әлі талай биіктерден көрінеміз, сіздердің үміттеріңіз бен сенімдеріңізді ақтаймыз. Бүгін міне басты күн жарқыраған, көңілдер қуаныштан сарқыраған. Қоштасатын күн келді бастауышпен, қиындау болып тұр-ау бүгін маған. Кеше ғана алдыма келген еді, иеленіп ұлияға енген еді. 4 жыл бойы сусындап білімменен, ұшатын қанат қағып келді кезі. Алтын шәкірттерім, әрқайсыларыңның орындары мен үшін бөлек. Барлықтарыңды жақсы көремін. Әрқайсысы менің жүрегімнің бір бөлігінен орын алдыңдар. Жолдарың ақ, зейіндерің ашық болсын. Ертең үлкен сынып боласыңдар, мектеп бітіресіңдер. Әлі қуаныш алда шәкірттерім. Ал енді ортада менің шәкіртім әнін қабыл алыңыздар. Сыныбымызда оқып жүрген Диана бізді құттықтап кетті сыныпты.
деп өмірде тек жақсы адамдар болсын деп сендерменен мақтанамын әрқашан мына менің шәкірттерім мықты деп менің шәкіртім мен әркез жақтаған ата-аналар мені әркез мақтаған сыныбымнан биік қалған торым шәкірттерім деп барлығына мақтанамын. Менің шәкіртім мен әркез жақтаған ата-аналар мені әркез мақтаған сыныбымнан биік қалған тұғырым шәкірттерім деп барлығына мақтанамын. Менің шәкіртім мен әркез жақтаған ата-аналар мені әркез мақтаған сыныбымнан биік қалған тұғырым шәкірттерім деп барлығына мақтанамын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Маған осындай ұлдарды тәрбиелеп өсіріп берген. Енді қоштасатындай кез келді. Қазір ата-аналарға сөз кезегін берейік. Темірбек Абдрахманның анасы келе қойыңыз және Қасым Мағжанның әпкесі өздерінің жаңағы біздің сыныптың ұлдарына өздерінің жақсы ізгі тілектерін айтқысы келеді екен. Оқып кеттік бұл жерге шығып. Өте керемет деңгейде өтті Сания Оразқызы. Сізге рахмет. Баламызды кішкентай өзі хабарласып алған еді, ноламай оқымасақ та. Құдайға шүкір. Қазір сондай бір гимназияның деңгейіне де жетіп тұрмыз. Ұлдарымыз біздің. Рахмет сіздерге. Сізге директор ханым, сізге рахмет. Біздің әрдайым Санияны қолдайсыздар. Бізде ылғи қолдаймыз. Санияны алып кеткіміз келеді 11 сыныпқа дейін. Енді болмайды, бірақ біздің бір өтінішіміз бұйырса осы сыныппен жоғары кетсек деген өтінішіміз де бар. Және осындай Саниядай бір сынып жетекші берсеңіз, біздің мектептің бүткіл барлық мұғалімдері өте керемет. Сіздерге алғысым шексіз. Біздің балапандарымызға бақытты балалық шақ тілейміз. Балдар, болашақта осы Сания апайдың үйреткен тәрбиесін, білімін, сеніммен ақтайсыңдар деп үміттенеміз. Сендерге ақ жол, орта буында сондай бір енді тәртібімізде тентектігіміз бар, баламыздың, бәріміздің. Бірақ оны біз сондай Сания бізге ешқандай тентектігімізді үйреткен көрсетпеді. Рахмет сізге, Сания Оразқызы. Осы балапандарымыз осы мектептің биіктетін жаңағы болашақта аттарын шығаратын осы мектебіміздің сондай бір жоғарыдан көріне берсін балапандарымыз. Енді сол барлықтарымызға енді жыламаңыздар ата-аналар. Нұриман апасы мына жерде басталғалы жылап отыр. Енді қуаныштың көші. Өте бір бақытты. Сондай өте жақсы бала өзі де тәртіпті біздің. Енді Сания Оразқызының берген тәртібі Құдайға шүкір. Мұнда бір алғыс Сания сізге. Рахмет сіздерге. Сізге де рахмет. Бақытшының әрдайым сіз қолдайсыз Сания. Рахмет. Директор ханым, сіздің осы бүгін керемет залымызда осындай мереке, балдардың мерекесін өткізіп отырған. Рахмет сізге. Сания, саған да рахмет. Балдарымызды осындай әдемі, тәрбиелі болып өсірген үшін рахмет. Тек балдарға ақ жол тілеймін. Ата-аналардың үмітін ақтап, осы Сания апайлардың үмітін ақтап, тек жақсылықтарда, шындарда көріне беріңіздер. Тек ақ жол тілеймін бәріне. Үлкен рахмет ата-аналар. Мен оқушыларыма арналған естелік ретінде қалсын деген
өзіміздің бір ерекше болып суретке түскен суретіміз бар екен. Өздерінің бөлмелеріне іліп қойса да, қойып қойса да, әрдайым көз алдарында өздерінің жаңағы бірге оқыған сыныптастары, достары естерінде жүрсе екен деймін. Өз атымнан сыйлық. Тамыздай көктем тамызған күн, ұстазым саған қарыздармын. Ашқалы беттің әліппедің, ашылып гүлдеп бауыржардың. Сынғылап өтті апта күнім, басым бұрышқа қайтып ержетіп енді қоштасады. Мәпелеп бір жыл бақыт ұлы. Ал құрметті қонақтар, ата-аналар, ұстаздар, осымен бүгінгі біздің іс-шарамыз аяқталды. Келіп суретке түссеңіздер болады.